Мына Шушан деген бар. Шушан. Ол мына Аягөздің жігіті. Өз негізінде 66 ма сондай жылға. 2008 жылы Вишневкада отырған кезде мені ана 10-шы отрядтан бізде смотрящий хитрый деген болған, Астананың жігіті. Соған жерде кішкене Дмитрий Иванович деген Иванюк. Ол кездерде ол оперативник, алдында отрядник болды біздің, содан кейін опер болды. Одан кейін бұлар ана беспределмен айланысып, сол жерде Жора Ташкентскийдің поддельнигі Женя деген качок здоровый бір жігіт болған. Соны жабылып тепкілеп өлтіріп тастайды ғой. Мен оған өзі куә болып қалған болатын. Ана ДПНК-ның астында немене бар? Подвал. Кіріп барғанмын ғой сол жерге. Тепкілеп жатыр ананы. Сонда мен қуып шыққан ана жерден ана менттер. Көріп қалған болатын. Енді бізде әділдік жоқ қой. Сөйтіп оны өлтірді, бұлар жан-жаққа шашылды. Сонымен повышение болып кетті. Иванюгың департаменттен бірақ шықты, Таразда департаментта жұмыс істеді. Талайын өлтірді ғой бұл. Қазіргі уақытта Вишневкада акиматта әкім болып жүр дегенді естігем. Бұлар мраздардар осылай жұмыс істейді. Адамдарды өлтіріп, сол адамдардың ішіне кіреді. Таза пёстар ғой. Карательный немене. Галашюкин келетін болса, Галашюкинді де қазір оны да жоғарғы бір мәртебесін көтеріп қояды. Бізде осылай арами система, өз қазағын құрту, осындай тәсіл. Енді мен Шушан туралы айтқым келіп отыр да бұл жерде. Сол кездерде осы отрядқа жауып тастады ғой мені. Ана хитрый смотрящий болып отырған Астананың жігіті ғой. Оның миында түйтік жоқ, смотрящий қойып қойған ғой сол дебилді. Соны мен, короче, істеген іс-әрекеттері кішкене отражаться етіп кетеді бәрімізге. Ана бір Астананың бір жігітін соны анаған әңгіме айтамыз деп, оның шешесі журналист болып, вакансовке комиссия келіп, даудамай болып, сөйтіп шашып жүрді ғой бәрімізді ана кім. Дмитрий Иванович Иванюк. Жарайды, сөйтіп екінші баракқа апарып жабат. Атрицал, блатной, барлығы сол жерде ғой. Екінші баракта. Бур! Жауып тастады мені 9-шы қатаға. 9-шы қатаға келем, сөйтсем смотрящий ан жерде Шушан деген осы Аягөздің жігіті. Енді бұл Шушан туралы мен айтып отырғаным 2000 жылдарда ма 99-ның аяқ кездерінде. Бұл алдында 1992 жылдары Семейдің централында соған, короче, смотрящий болды ғой. Енді ол дәуірдегі смотрящий, бұл үстінде кожаный плащ, ана түрмен ішінде мықты жүріп қояды ғой. Өзі бокспен айланысқан, бой аласа келген. Осы жігіт тәртіптерді қояды дегенмен өзінігін айтқаны істеттіртеді ғой. Өзін айтқан істеткізде, сөйтіп бұны 11-ші колонияға сұрок алып кетер кезде 11-ші колонияға ход қояды осы Шушан. Лагерь деген қызарып тұр ғой. Режим 50/50. Шушан кіреді. Ақырын өзінікін қойып, сөйтіп жүріп ананың ішіне ходты людской қылады ғой. Сөйтіп оның ішінде 2000 қай жылдары? Бұл, короче, шыққаннан кейін барып, бұл сол жақта ананың бәрін енді малолеткіден көтерілген жігіт қой. Таза ғой. Сол бұл, короче, кішкене наркотаға инеге отырып қалады ғой, Шушан. Отырып қалады. Енді мына Уржар деген жердердің осы райондарымызда Союз кезінде мак егілетін. Красный поле, белый поле, мақтың түр-түрі. Сөйтіп ана Шушан осы жаққа келіп, бір өзімен отырған азаматтар бар. В общем, инеге отырғаннан кейін осы жаққа келіп, жәнегідей мақ жинап алып кететін ғой. Өзі вымогательство, осындаймен сұрақ отыр. Енді стремягалардың көбі сол ғой. Шипач, сондаймен түсіп қалады ғой. Ана апшак жинаймыз деп бұларды вымогательство соттап жүреді. Сөйтіп Шушан отырып, сөйтіп шыққаннан кейін барып, осы Шушанды Молдавияға, Қазақстаннан бұған не келеді? Ана жақтан коронацияға, осылай прогон келеді. Бұны шақыртады. Бұл барады со жаққа. Бүкіл немененің барлығы, анандай привилегиялар мықты болып тұр ғой, дәрежелері.
Ұрылар Россиядан келет. Молдавияда коронасы жасайм деген кезде Шушан болды енді міне Қазақстанда ұры шыққалы отыр да тағы да Рачадан кейін. Шушан отказға кетеді. Өзі кетеді ғой. Жігіттер айып етпеңдер. Мен немене, в общем отказ. Сондағы өзі біліп отыр ғой, инеге отырғаннан кейін. Міне қайда бұның намысы да. Артынан қаншама адамдар еріп жүрсе де, өмірде таза келе жатса да, бұл сол өзі наркозависимый болғаннан кейін барып намыста тәртіпті бұзбады. Ана Бауыржан Момышұлы айтқандай, қалай ана ой аттаң ұмытып отырғаным қараш, көнбеген ұмытып қалдым Бауыржан Момышұлының сөздері. Тәртіп болған ел болмас. Әншейінде осындай біліп отырушы едік. Міне сөйтіп системада преступный мирда жүрсе де өзінің воспитаниясы солай болып отыр ғой. Молодец. Одан кейін артынан бұл Шушан сол 9-шы камерада смотряга болып отыр. Сол жерде сөйтіп мен бұл Шушанмен бірінші рет кездестім. Ұрылармен, Бекем марқұм барлығымен пересекаться еткен жігіт. Россиядарда, Россияның ұрыларымен бұл тоже неткен. Әлгілермен бірге болған. Лагерьдарда ход қойған. Мына 11-ші Семейдің колониясын өз сол кездерде әрқайсының қолынан келмейтін. Пасмаковтың дәуір дүрілдеп тұрған кез ғой. Убийца. Министерствода отырған Пасмаков талай адамдарды өлтіріп, указания конкретно беретінде, лагерьдарда беспределмен адамдарды ұрып, соғып, сондай зорлықпен, зомбылықпен көндіретін. Сенің заның не, бар, жоқ, өтірік кітап жүзінде. Ана самом деле солай бытырлап, соғып, кәдімгідей өздерінің есегіндей тепкілеп, ана Дубинкінің дәуірі ғой. Помимо одан кәдімгідей немене отрабатывать дейтін ғой, енді кейбір сотрудниктар бар ғой, боксқа қатысады, сөйтіп бытырлататын ғой, дизектер бір груша болатын оларға. Міне сол Пасмаковтың дәуірі Назарбаев билікте тұрған. Ол да таза убийца. Назарбаевқа қызық емес, сен кімсің, өтірікті көп сайрайтын неме сондай бір немене ғой, алаяқ қой. Міне өстіп Шушан сол кездерде қанша біраз ай отырдым, содан мен ол камерадан мені неменеге облегченный вид содержания сол жаққа қарай. Негізінде мен ол жақта уже отырып қалған адам болатын. Камераға жауып тастаған ана Иванюк кішкене ерегесіп сол ғой маған. Одан кейін ол жерде мені шығарып алып кетті облегченный жаққа қарай. 7-ші отрядқа кеттім мен. Ол жақта далада жүресің таза ауа. Өстіп Шушанмен кездескем. Бір хатада отырып, бір күні көк-көктінің бір, қазақ десең өзіңе тиеді, көк-көктінің бір алкоголик, волядан алқаш. Өмірі сондай бір шошқа ғой. Ана жерге түсіп қалғаннан кейін барып енді шетін түк жоқ қойғаннан кейін бұл жерде өзінше порядочный болып жүрді. Атымып тұрған қараш, көк-көктінікі. Сол өзі камерада кішкентай кірін жуатта, кірін сорғалатып дала қыс сырыс жайып қойды ғана ішінде. Енді мен ұйықтайсың енді, лагерьда ход тұр ғой Людской. Түні бойы кішкене жүресің. Оянып тұрам сағат 10-дарда ма солай. Тұрсам киім жайылып тұр ғой камераның ішінде. Ана далада прогулочный двор бар. Бұл ми жоқ. Ішке жайып қойған ғой. Шушан білмеймін қайда жүргенін. Ана айтамын ғой, мынау кімнің киімдері? Сырыс. Анау салғылашып шыға келеді ғой көк-көктің жәнегі. Салғылашып шыға келеді. Сөйтіп екеуміз шайқасып қаламыз. Сөйтіп шайқасып қалған, бұның жанында бір өзінің хлебашы болған. Өзбек ұлты. Соны жанында тартып алған ғой, как бык ретінде ұстап отыр да. Содан Шушан келіп, Шушан өз сол кездерде білмеймін, ана туған күн болып, кішкене қызыңқырап алған ғой, біраз. Столда келіп әңгімелесіп сөйтіп отырады. Біз екеуміз ана көк-көктің кішкене келіскеннен кейін, жас үлкеннен кейін мен айтамын да,
Seninki негізі мынауың дұрыс емес, босқадан босқа менімен шайқаса берме деймін де, шығып кетіп қаламын ғой, мен туалетке кетем, анан жасын кішкене қойшы деп. Қайтып келсем, дастарханда отыр ана Шушан екеу. Шушан анаған әңгімені жіберіп жатыр. Сен негізі әскерде служиттағасың, автоматный рожа. Осындайларды айтады анаған. Анау өкпелеп, жан-жақ камерадағы Тальян деген бір бескопытный Талдықорғанның біреуі бар, тоже бір смотрящий болып жүрген сол жерде. Соған барып жаловаться етіп, сонымен кешке уақытта камераға Астананың продолға қарап отырған Гусь деген бір жігіт болған. Гусь деп оған атын атайды да көбі. Былай погремуха қояды ғой енді ол жердің. Сол келеді, Тараздың бір Мұрат деген жігіт болды. Камераға кіріп келеді, жәнегі Тальян. Сөйтіп камераға кіріп келген кездерінде әңгіме немене түсінбей қаламын ғой. Қайдағы Скадняк, мынау қайдан пайда болды? Ал алдында Шушан мен жәнегі Көкпектің жігіті екеуі сөйлесіп отырған. Шушан оған айтқан болатын. Болды, жарайды, әңгіме осы жерде қалсыншы. Анау Көкпектікі сағаласыған сондай біреу ғой. Тіреліп алады ғой. Сол Шушан оған болды, енді закопали дегенге қарамастан анау барып кешкеге Скадняк организовать дейді ғой камераның ішінде. Сондағы бұның арами пиғылы ана Шушанды ұрғызбақшы болады ғой, жәнегі адамдарға. Мені автоматный рожа деп айтты деп. Сонымен кешке Скадняк болған кезде еріксіз Шушан жаққа мен шығыстым. Ана Саня деген жігіт Шымкенттік біреу болған ішімізде. Әңгіме содан туындайды. Төбелесіп қалады ғой ол ананың өзбегімен, жәнегі Көкпектің оңбаған. Сонымен екеуміз екі жан шыққаннан кейін мен Гуспен алдында ана 5-ші баракта астыда бір ана общий домда Айбек лагері қарап отыр ғой енді. Сол общий домда бірге сол жерде хлебаш болғанбыз жәнегі Гуспен. Гус енді мені өтірік айтпайтынымды біліп отыр. Сөйтіп әр жерде әңгіме болғаннан кейін барып Шушанның баяғыдағы істеген амал қаншама істері бар ғой енді преступный мирдің ішінде. И соны екі ана және Көкпектің екеуін весаға салған кезде Көкпекті жолда қалады да. Мінеки, сонымен барып әр жерде біздің сөйлеген сөздеріміз бар. Сонымен мен де өзімдікін айттым, мен ана және Көкпектің хатаның ішінде тұра осындай вредиттап отырған бытовухаларымен әлгіндей істеп отырған істерін. Таяқ жеу керек болды да бұл Көкпектіке. Мінеки. Соның барлығын анандай, в общем, рыбаға свайттап, давай татулықпен тарап кетейік. Ананың шағымын қарастырып, сөйтіп Шушанды анаған, давай, короче, порукам деп сөйткізеді ғой. Міне, Шушанның қандай беделі, ананың беделі қандай. Мен осы жерде айтып отырғаным сонда мына Шушан қандай азаматта, мынаның ол системасы не беріп отыр бұл? Бізде әділдік жоқ деп осылай айтамыз ғой. Әділдік. Мынау қалтасында байлығы да тұрған жоқ, керемет бір жерге біреу бір жалмаңда біреудің астысына көтіне кіріп жүретіндей. Бірақ Шушан баяғы неправ деп әр жерде Шушанға анаған кешірім сұратқызады ғой. Сол кезде енді порукан болған кезде де мен Шушанды қолдаймын. Және Саня да сөйтіп Шушанан жерде анандай болады ғой. Таяқ жегілмейді. Негізінде ана Көкпектің алқаш Шушанды ұрғызбақшы болады. Міне, арам. Бұның барлығы мына Назарбаев преступный системаны кәдімгідей түкіргенім бар деген сияқты, халыққа да осылай түкіргенім бар. Сенің ақиқатың болсын, дәлелің болсын, по барабану. Міне, осындай системаны ішінде де, сыртында да былығып жатыр. Адал қаншама азаматтардың еңбектері тапталып жатыр. Осыны мен мысал келтіргенім, біздің осы қазақ елімізде батырларымыз, ана Абылай ханның еңбегі, бертін келген кезде мысалы Әлихан Бөкейхан барлығын еңбектері не үшін күресті? Біздің өстіп жүргеніміз үшін ба? Осылай айтқым келеді, айтып отырмын. Ойланатын жағдай ғой, не керек олай біреудің алдына өзіңнің. Мына биліктегі отырғандар өздерінің ағайын туысқан, қойнындағы әйелі, баласын солай біреудің алдына барып електеп апарып берсінші, қалай болады екен? Сонда барып көреміз де бұл әділдігін қаншама.
Осылай қазақ елім, Шушан деген азамат туралы айтқан әңгімем менің. Бірге болыңыздар.